Түркістан облысы Арыс қаласындағы ұлттық пилоттық жобамен салынып жатқан 600 орындық жайлы мектеп құрылыстың 100% бітіп, қазіргі кезде енді мына техникалық жабдықтарды қою асхана 167 оқушыға арналған. Қазіргі таңда бәрін әкеліп қойды. Жалпы не келді қазіргі күні жабдықтардың? Қазір жабдықтардан қазір келгені гараждың пештері келіп жатыр. И мынау тамақтанатын залдың орындықтары, столдары, одан кейін мынау холодильниктер алып келіп жатыр. Мынау бізде бастауыш класстарға арналған шағын спорт залымыз. Қауіпсіздік сеткілерін орнату қазір жұмыстары қалды. Қалған жұмыстардың бәрі толық біткен. Спорт залдың барлық құрал жабдықтар жеткізілді ме бүгінде? Жеткізілген барлығы. Әр қабатта жалпы жайлы мектептерде осындай су ішетін су бұрқақтар орнатылған. Одан бөлек балалардың жеке заттарын сақтауға арналған шкафчиктер де бар. Өте ыңғайлы балалар үшін. Мынау бізде кітапхана бөлмесі болады. Бұл жерде жаңағы кітап қоймасы бар болады. Кітап қоймасы да осы жерде, я оқитын залы да осы жерде болады. Жиһазды біз Ағниет деген компаниядан алып жатырмыз, өзі. Отандық өнім, осы жергілікті ме? Отандық өнім. Бұл Алматыдан келіп жатыр. Мына жақта бізде хореография залы. Бұның да іші 100%-ге бітіп тұр қазір. Айналарын бәрін орнатқанбыз. Мына жерде енді перилалары болады, жаңағы ұстап билейтін, соны орнатсақ. 135 орынға арналған біздің актовый залымыз. Сахнасының көлемі бізде 5 метр. Бізде двойной шумоизоляция бұда. Мына дауыстың бәрін кәдімгі тұнық қылып, түсінікті қылып есту үшін. Қазір мысалы акт залында 3 адам ғана тұрмыз. Ешқандай эхо дейді ғой, жаңғырық ештеңе жоқ. Мына жерде LED экраны болады. Шторкасымен бәрі қазіргі таңда доставщиктер қазір алып келатыр. Ну, антивандальный покрытие. Антивандальный покрытие осы. Сызылмайтын, із қалмайтын, ручкамен жазса да із қалмайтын сондай. Есіктердің өзі де сондай. Астында арнайы жабындысы бар. Бұл да жаңағы есікті тепкенде қорғайды. Әр кабинетте бар ғой, интерактивті тақта. В основном барлық кабинетте интерактивный тақталармен қамтамасыз етілген. Стадионның жұмыстары қазір ақырғы жұмыстары жүріп жатыр. Мынау резиновый крошка төсеу. Стадионның көлемі қандай? Кейінгі мына тапсырыс берушінің иесіне қарай өзгерткенбіз 60-та 40 қылып. Кеңейттіңіздер? 60-та 40 қылып кеңейттік. Бұл химия кабинеті. Класстарға арналған спорт зал. Арыс қаласы болғаннан кейін жаппар қылып жатыр. Арыстың мақтанышы. Ұлдарға арналған киім ауыстыратын жері. Душевойы бар. Бастауыш классқа арналған спорт залда да ол жақта да тура осындай. Ұлдарға, қыздарға арналған. Арыс қаласы Тараз шағын аудандағы мектеп тапшылығын шешетін білім ошағы міне осы бүгінде нысандағы құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын қалған. Бүгінде учаске басында күнделікті 60 шақты адам еңбек етуде. Мамандар абаттандыру жұмыстарын және осы ғимараттың ішіндегі соңғы әрлеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кесте бойынша білім ошағы шілде айының соңында қолданысқа тапсырылады.